Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Майра Сауытбек қызы. Бүгінгі видеода молочная девочкадан осындай әдемі торт шығаратын боламыз. Үстіндегі оформлениясын, барлығын, золотистыйға боялуын, барлығын үйрететін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен табағымызға мен сгущенканы және де сары майды, жұмыртқаны салып алдым. Үшеуін жақсылап өйстіп араластырып венчикпен. Миксер қолдансаңыздар да болады. Разрыхлителмен ұнымызды араластырып алып, 2-3-ке бөліп салатын боламыз. Енді пергамент қағазына осындай кольцомыздың астына қойып, қысып алып, формасын шығаратын боламыз. Еке осындай домалақ форма шықты, үстіне 3 қасықтан салып, жақсылап тегіс етіп жайып шығамыз. Менде формамның диаметрі 24 диаметр. Өздеріңіз қалауларынша пісіресіздер, 22-26 мен пісірсеңіздер де болады. Еке осылай барлығын салып жайып алып, үстіп ұрған кезде тегіс болатын болады. Енді біз табағымызға салып, пісіріп алатын боламыз. Екінші коржымызды дайындап қоямыз. Барлығын осылай салып, барлық корждарымызды пісіріп алатын боламыз. Мінекей бізде корждарымыз пісті, өте жұмсақ, воздушный сондай керемет болып шықты. Сгущенканың иісі өте әдемі шығып тұр. Кремін жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге осындай 33% сливки және де творожный сыр, осындай құрғақ болу керек ыдысымыз және де сахарный пудрамыз керек болады. Ең алдымен сливкимізді ыдысымызға құйып, жақсылап миксерлеп аламыз. Сәл қоюлана бастаған кезде сахарный пудрамызды қосып, тағы да араластыратын боламыз. Үстіне творожный сырымызды қосып, енді қоюланғанша миксерлейтін боламыз. Бізде қою крем болуы қажет. Неке біздің креміміз дайын болды. Енді корждарымыз дайын болды. Осы корждарымыздың жан-жағын кольцомызбен бір тегіс етіп кесіп шығамыз. Ол үшін кольцомызды қойып, үстінен бассақ болғаны. Подложкамыздың үстіне кольцомызды қойып, үстіне кішкене ғана крем жағып, коржды қоятын боламыз. Біз жылжып кетпес үшін. Енді үстіне кремдерімізді жағып, үстіне корждарымызды салып, осылай жинап шығамыз. Бізде корждың мөлшері жұқа болғандықтан, кремді де кішкене мөлшермен жағыңыздар. Енді барлығын осылай жинап алғаннан кейін пищевой пленкаға орап, холодильникке жіберетін боламыз. Мінекей бізде холодильниктен келді, осындай 10 сантиметрлік болды тортымыз. Енді жан-жағын пышақпен осылай босатып, кольцомыздан шешіп алатын боламыз. Осындай насадкамен крем-чизімізді сыртына жағатын боламыз. Крем-чиздің жасалу әдісімен тағы да видеода мен бөлісетін боламын. Неке осылай бір тегіс қылып жағып шығамызда. Бұндай болмаса, тек қана жаңағы пакеттігіміздің басын кішкене ғана тез шеріп, осылай жағып шығуға болады. Енді осындай шпательдің көмегімен сыртын тегіс қылып түзулеп шығатын боламыз. Біз қазір төбесінен шоколад ағызатын боламыз. Жан-жағына осылай қасастан шоколадымен сары майымызды ертіп аламыз. Және де кішкене ғана басын кеш шеріп, осылай ағызып шығамыз. Біреуін ұзын, біреуін қысқа қылсаңыздар, өте әдемі көрінеді. Қалған шоколадымызды төбесіне құйып, тегістеп шығатын боламыз. Енді біз ақ шоколадымызды ерітіп, осындай арнайы силиконовый формаларға құйып қатыратын боламыз. Бізге керекті формаларды аламыз, және де осылай барлығын құйып шығып, қатырып алатын боламыз. Неке бізде барлығы қатты, осылай тарелкамызға барлығын салып аламыз. Мінекей барлығы дайын. Енді бізге золотистый кондурин қажет болады. Осылай пакетиктің үстіне қойып, барлығын осылай құрғақтай бояп шығамыз. Енді оформление өз қалауларыңызша жасайсыздар. Мен осылай барлығын жан-жағына қойып шықтым. Және де осындай конфетиктер септім.
өте әдемі жақсы вид берді. Енді сіздер де өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Фруктымен, басқа да сәнде өсеңіздер болады. Жан-жағына осылай тағы да конфетиктерді шашыратып қойдым. Мінекей біздің молочная девочка, яғни сүтті қыз тортымыз дайын болды. Өте әдемі, сәнді, сондай жұмсақ, дәмді болып шықты. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздерде де сөзсіз керемет болып шығатын болады. Менің арнама тіркеліп қойыңыздар, өйткені келесіде осындай кабачоктан рулет жасайтын боламыз. Сол үшін колокольчикті басып қойды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге келін Камайра Құлан.